Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге айран ұйыту рецептімен келіп отырмын. Үй жағдайында үйдің сүтінен ұйытқы жоқ кезде қалай айран ұйытуға болады? Ол үшін қарапайым қаймақ 15%, 20% болса болады. Көріп тұрғандарыңыздай, бір қаймақтың жартысы шамасында біз жылы сүт құйып араластырамыз. Яғни толық қаймақты езіп сұйық қалпіне келтіріп аламыз. Және сол сұйықтығымызды қасықпен ақырындап араластырып отырып, біз осы жылы сүтімізге құямыз. Сүттің температурасы өте ыстық емес, өте жай бір жылы емес, жақсы жылы температурада болу керек, себебі ол өзіне құйылған қаймақты немесе айранды ұйыта алатындай халде болу керек. Бетін жауып жылы жерге бірнеше сағатқа, кемі 3-4 сағатқа қоямыз. Көп тұрғаннан біздің айранымыз ашып кетпейді, оған еш қорықпасаңыздар болады. Түнгі уақытқа да қалдырып кетсеңіздер де болады. Ең бастысы өте бір ыстық температурада болмау керек, яғни үйдің іші өте ыстық болған жағдайда айранымыз дұрыс ұйымай қалады. Осылай жақсылап қымтап орап, жылы жерге 3-4 сағаттан кейін қоямыз. 3-4 сағаттан кейін айранымызды ашып қараймыз. Егер де бұл қоймалжың, дірілдек, бауыр секілді болып тұрмаса, демек тағы да тұру қажет. Міне көріп тұрғаныңыздай, менде айран сондай бір қоймалжың, өте жақсы ұйыды. Қаймақпен ұйытылған айранның дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыз.